Егер сіз өміріңізді жақсы жаққа өзгертуді қаласаңыз, онда күн сайын мына 6 әрекетті жасауды тоқтатыңыз. Адам өмірге бір-ақ рет қана келетіні бәрімізге белгілі, ал оны жақсы өткізу әр адамның өз қолында. Ең алдымен каналға тіркеліп, қоңырауды басып, видеоны соңына дейін көріңіздер. Сонымен біріншісі өзгенің өмірімен өмір сүру. Атақты адамдардың, танымал шоу-бизнес өкілдерінің өмірі сіздің жеке өміріңізбен салыстырғанда түкке тұрғысыз. Шындығында сізге өзіңіздің, отбасыңыздың, достарыңыз бен жақындарыңыздың, туған туыстарыңыздың өмірі маңызды. Сондықтан оларға жеткілікті деңгейде көңіл бөліңіз, өйткені олар соған лайықты. Өзіңіз үшін маңызды адамдармен қарым-қатынасыңызды ретке келтіріп, өз өміріңізді жарқын да шынайы ете біліңіз. Екінші, осы шақпен өмір сүрудің орнына болашақ жайлы ойлау. Дәл қазіргі сәтте болып жатқан жағдай енді ешқашан қайталанбайды. Сол себепті қазір қасыңызда бар адамдарды, қолыңыздағы бар заттарды бағалаңыз. Бір іспен айналысыңыз. Алайда, саяхат жасаудан ләззат алуды естен шығармаңыз. Үшінші, жоқ деп айтатын кезде, иә деп айту. Біреулердің аяқ астынан жасаған өтініштерін орындауға уақытыңыз болмаса, жоқ деп айта біліңіз. Сіздің өміріңіз санаулы, бәріне бірдей үлгере бермейсіз, ол шындық. Бесінші, қажет емес заттарды сатып алу. Біз өмір сүріп жатқан қоғамда жаңа заттарды тұрақты сатып алсам, содан бақытты боламын деген түсінік бар. Бірақ біз бақытты сатып, немесе заттардың арасынан іздеп, тауып ала алмаймыз. Қандай да бір жаңа затты сатып аларда, ол маған қаншалықты керек, менде қазір қандай зат бар деген сияқты сұрақтарды өзіңізге қойыңыз. Ең бастысы, ақшаны сіз үшін құнды заттарға жұмсай білу. Қаражатты оңды-солды шашудың арты жақсылыққа апармасы шындық. Бесінші, өсек айту. Егер сіз біреу туралы бір нәрсе білгіңіз келсе, сұраңыз, бірақ болжам жасаудың қажеті жоқ. Өсек осыдан пайда болады. Сіздің ойыңызды мазалайтын адамның сыртынан ғайбат айтып жүргенше, онымен тікелей тілдескеніңіз абзал. Өзіңіздің әр сөзіңізге абай болып, өсектен аулақ жүріңіз. Алтыншы, бос уақытыңыздың барлығында жұмыс жасау. Әрбір адамға демалыс керек. Жұмысқа қабілеті өте жоғары адамның өзі белгілі бір уақыттан кейін демалысты қажет етеді. Адам ағзасы қысқа импульспен жұмыс жасауға дағдыланған. Сондықтан да физикалық және моральдық тұрғыдан қалыпқа келіп отыру үшін тұрақты демалу керек. Күн сайын демалуға, ойлануға және қалыпқа келуге уақыт табыңыз. Өзіңізді алдамаңыз. Қандай жағдай болмасын, аз уақыт болса да өзіңізге тыныштық беріңіз. Бірнеше минут терең тыныстап, қазіргі сәттен ләззат алыңыз. Бүгінгі видео пайдалы болды деген ойдамын. Ұнаса лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер.